Осыдан 2-3 жыл бұрын Рамазан айы болатын. Сұлу да сымбатты өте пысық қызбен таныстым. Құлай сүйіп қалдым демеймін. Бірақ мейірімділігі мен қайырымдылығына тәнті болдым. Іскер ару. Ауыз ашарға бірге баруды әдетке айналдырдық. Кейін 5 уақыт намазы түгел екенін білдім. 4-5 мәрте киноға да апардым. Ұната бастадым. Ол да кетері болмады. Бір күні саябақта қыдырып жүргенбіз. Жаз мезгілі болса да Астанада кешкісін күн суытып кететін әдеті бар ғой. Үстімдегі қалың күлтешемді дір-дір етіп тұрған нәзіктіктің үстіне жауып, студент кездегі қызық сәттерді айтып келе жаттым. Кенет тақырыптың арнасы отбасы, бала сүюге ойысты. Бірақ оның көңіл күйі бірден түсіп кетті. Тәуірбек аға, қазір мен сізге бір нәрсе айтсам, сіз менімен араласуды доғарасыз, деді. А? Деп аңтарылып қалдым. Мені нағашым анамның туған інісі 10-шы сынып оқып жүргенде зорлап алған, дегенде үстіме суық суды құйып жібергендей болды. Қалай сонда? Ойнап тұрсың ба? Деп өтірік жымидым. Енді мені секске, төсекке шақырасыз ба? Енді мені жеңілтек қыз деп ойлайсыз, иә? Сен бәрібір секстің дәмін таттың ғой, кел, жата салайық дейсіз бе? Деп мені жұлқылап жылай бастады. Сол кезде ақ мен ұнатқан қыздың өмірден қатты соққы алғанын түсіндім. Еңкілдеп тұрған аруды құшағыма алдым. Менің де көз жасым тығылды кеп. Зәрем кетті. Оны сабырға шақырып, не болды саған деген сөзді айта беріппін. Бәрі басылған соң жақын жердегі мейрамханаға барып отырдық. Әңгімесін ұзақ тыңдадым. Мектеп кезінде анасы нағашыңның үйін сыпырып тазалап кел деп жұмсап жіберген. Үй жинауды әдеттегідей музыка қосып түпкі бөлмеден бастаған. Сол сәтте нағашысы артынан шап беріп зорлап алады. Нәзіктік оны анасына айтпайды. Неге айтпадың? Соттатып жібермедің бе? Елдің өсегіне қалам деп қорықтың ба? Деп сұрағанымда, әпке, мен бауырдың ара қатынасын бұзғым келмеді. Өйткені анам інісін қатты жақсы көреді, деп қысқа қайырды. Бірақ ертесіне сол нақұрыс нағашысы жездесінің үйіне кеп, түк болмағандай әпкесінің шайын ішіп, әңгіме соғып отырған. Солай айлар өткен, жылдар өткен. Нәзіктік 11-ші сыныпты бітіріп, Елордаға оқуға түседі. Ауылға мүлде бармауды ұйғарады. Әлі жол түспеген. Қазір мен 3-ші курста оқып жатырмын. Елге әлі аяқ баспадым. Ешкімді көргім келмейді, деп сүйріктей саусақтарымен көзінің жасын сүртіп жіберді. Жаңа маған бәрібір секстің дәмін татты ғой. Кел, жата салайық дейсіз бе, деп неге айқайладың? Жан жақтағы жұрттан ұят болды ғой, деп ренжіген сыңай таныттым. Ол үшін кешірім сұраймын, Тәуір аға, менің жігітім болған. Ол қызсың ба деп сұрағасын, Алладан қорқып шынымды айттым. Осыдан кейін маған деген қарым-қатынасы бұзылды. Менің кемшілігімді айтып қол жұмсайтын болды. Тіпті секстің не екенін білесің ғой бәрібір, деп төсекке тартты, деп көзі мөлдіріп кетті. Көңілін аулау үшін қызықты әңгімелерінді айтып үйіне шығарып сап тұрғанда, сіз енді маған хабарласпайсыз, мен оны білем, деп үйінің есігін ашып кіріп кетті. Мен үйіме кеттім. Көп ойландым. Әлгі қызды әйел қылып алсам алдымен нағашысын бауыздап тастаймын деп ойладым іштей. Таң атты, күн батты, қайта таң атты. Мен расында ол қызбен қарым-қатынасты сирете бастадым. Бір күні үзілді. Ол менің әлсіздігім. Бұл әрекетімді жігіттік емес таза мігіттікке балаймын. Кейде өзімді қатты кінәлаймын, жазғырамын. Кез келген нәрсе бекер болмайды ғой. Мүмкін бұл Алланың сынағы шығар деп те ойлаймын. Ал мен сынақтан сүріндім. Енді құлағанымнан нәзіктіктің сіз енді маған хабарласпайсыз, мен оны білем деген сөзі еш кетер емес. Кешір мені, нәзіктік. Кейін нәзіктікті ешбір жерден таппадым. Әлеуметтік желіде де жоқ, ғайып болып кетті ару.